Илим жана зикир. Зикир 40. Шаддад бин Аус радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Егер мұсылман ұқтардың алдында қалаған сүресін оқып жатса, Алла Таала аға бір періштені сақшы қылып қояды. Ал ойғанғанша аға еш нәрсе зиян бере албайды. Шаддад бин Аус радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Егер мұсылман ұқтардың алдында қалаған сүресін оқып жатса, Алла Таала аға бір періштені сақшы қылып қояды. Ал ойғанғанша аға еш нәрсе зиян бере албайды. Шаддад бин Аус радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Егер мұсылман ұқтардың алдында қалаған сүресін оқып жатса, Алла Таала аға бір періштені сақшы қылып қояды. Ал ойғанғанша аға еш нәрсе зиян бере албайды. Тирмизи.